Assalamu алейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы жолы осы біздің YouTube'дағы Дүбірлі көш атты каналымызда мемлекетіміздің бір қанша тегін жер беру, тегін ақшалай грант беру қатарлы бір қанша тиімді саясаттарын айтып өткен болатынбыз. Енді осы тиімді саясаттарға біз өтінішті қалай береміз? Өтініштерді қалай жолдау арқылы кезекке тұрамыз деген осы мәселелер жөнінде сіздерге жан-жақтылы түсіндіріп өтетін боламыз. Енді біз өзіміздің жолдамақшы болған өтініштерімізді мемлекетіміздің ең үлкен сайты, халыққа қызмет көрсету орталығының сайты бар, егоп KZ сайты бар. Осы егоп KZ сайтына кіру арқылы өзіміздің өтініштерімізді жолдауымызға болады. Мына егоп KZ сайтына кіргеннен кейін мынадай басқы беті шығады. Енді осы басқы беттің мына сол жағында, сол жақ ең үстіңгі жағында қазақша, орысша, инглишше деп үш тілде бар. Осы үш тілдің қазақшасын талдаймыз. Қазақшасын талдаған соң мынаның барлығы қазақ тіліне өзгереді. Соң оң жақ ең үстіңгі жақта кіру және тіркелу дейтін батырма бар. Біз егер тіркелмеген болсамыз, тіркелу батырмасын басамыз. Тіркелу батырмасын басқан соң осы сайтқа кіреміз. Яғни егер сізде электрондық қолтаңба болатын болса, электронды қолтаңба арқылы да осы сайтқа кіруге болады. Ондай болса, осы сайтқа кіргеннен соң ең алдыменен біз жоғарыда айтып өткен мемлекеттің беретін 10 соттық жеріне қалай өтініш береміз деген кезде, міне мына сайттың ең ортаңғы жағына көретін болсақ, жылжымайтын мүлік деп тұр. Міне жылжымайтын мүлік деген осы батырманы басамыз. Басқан соң мына сол жақта сатып алу, тұрғын үй қатынастары және бір қанша 4 мазмұн тұр. Осының ең төмен жағындағы жер қатынастары дегенді басамыз. Ең төменгі жағында жер қатынастары дегенді басқан соң, мына оң жағына келетін болсақ, оң жағында жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін дейді. Яғни 10 соттық жерді алуға тұру дейді, кезекке тұру дейді. Міне ортаңғы жағында. Осы батырманы басамыз. Басқан соң мынадай болып шығады. Мына оң жақта, оң жақ шетте мына онлайн сұрау дейді. Онлайн сұрау деген осы батырманы басамыз. Онлайн сұрау деген батырманы басқан соң бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам дейді. Осы үш қадамды басу арқылы оған өтініш жолдаймыз. Енді бірінші қадамда өтініштің түрі дейді. Біз енді мына кіріс деген батырманы басқан соң сізге кешегі 10 соттық жерге жіберген өтінішіңізге хабарлама келіп түседі. Келген хабарлама, міне осы кіріс деген ашамыз, осы жерде болады. Кіріс дейді. Міне хабарлама келіпті. Міне жерде міне хабарлама деп жазылу тұр. Енді осы хабарламаны ашатын болсақ, мынау міне. Мен өзімнің осы 10 соттық жерге өтініш бергеннен кейінгі маған келіп түскен хабарлама. Міне хабарламада менің өтініш берген номер келіпті міне. Жер алуға, 10 соттық жер алуға келген хабарлама. Менің номерім 134.212 номерлі. Міне осы хабарлама келіп түседі. Хабарламадан өзіміз кезекке тұрғанымызды, осы 10 соттық жерде алу үшін кезекке тұрғанымызды біле аламыз деген сөз. Енді егер сізде электрондық қолтаңба болмаса, онда электрондық қолтаңбаны осы егоп
сайтына кіру арқылы өз жерден онлайн түрде алуға болады. Мынаның сол жағында, міне төмен жаққа қарай жүретін болсақ, мына жерде жазылып тұр, міне. ESP-ні қашықтықтан алу дейді. Осы батырманы басамыз. Басқан соң, оң жақта онлайн сұрау дейді. Онлайн деген сұрауды басамыз. Онлайн деген сұрауды басқан соң, бірінші қадам дейді. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам деп, осы қадамдарды осының көрсетілу бойынша барлығын басып шығатын болсақ, ең соңында мемлекеттік халыққа қызмет өтеу орталығы сізге осы электрондық қолтаңбаны сіздің өзіңізге жолдап береді. Жолдап берген электрондық қолтаңба сіздің мына компьютерға автоматты түрде компьютеріңізге келіп түседі. Оның пароль номерімен бірге келіп түседі. Сіз осы арқылы үйден отырып, соңға бармай-ақ, үйіңізде отырып, электронды қолтаңбаны да ала аласыз. Енді және бір айта кететініңіз, егерде сіз бір жұмысқа тұрып, жұмыс істемекші болсаңыз, сізді жұмысқа алушы орын, яғни мәлім бір компания болсын, мемлекеттік орын болсын, ең алдымен сізден бұрын қылмыс өткізген бе, өткізмеген бе, қылмыс жасаған ба, жасанбаған ба, осы жөнінде анықтама алып кел дейді. Енді бұл анықтаманы да осы жерден алуға болады. Міне мына сайттың төмен жағын қарайтын болсақ, міне соттылығының болуы не болмауы туралы анықтама беру дейді. Осы батырманы басқан соң онлайн сұрау дейді. Онлайн түрде алуға болады. Басқан соң бірінші қадам, екінші, үшінші, төртінші дейді. Осының сұрағандар бойынша әрбір басқышты басып, ең соңында электронды қолтаңбаменен қол қою арқылы осы соттылығы бұрын соттылығы бар ма жоқ па дейтін осы анықтаманы осыдан алып алуға болады. Сонымен бірге сізді жұмыспенен қамтитын орын және де бұдан сырт және де сізден психикалық анықтама, наркологиялық анықтама дейтін бір қанша анықтамалар сұрайды. Енді осы анықтамалардың барлығын осы жерден онлайн түрде өзіңіз компьютердің алдында отырып алуыңызға болады. Мына денсаулық сақтау дейді, міне. Мына денсаулық сақтау. Осы батырманы басатын болсақ, мынаның ішінде сізде психикалық жақта ақау бар ма, жоқ па дейтін анықтама бар. Соң және наркологиялық анықтама дейтін анықтама бар. Мынаның бәрінде жазылып тұр, міне. Осының бәрін батырманы басу арқылы өзіңіздің электрондық қолтаңбамен қол қойып, осы анықтамаларды шығарып алуыңызға болады. Енді біз және жоғарыда айтып отырған бизнес жасау үшін қайтарымсыз грант алу дейміз, 1.200.000 грантты. Бұны онлайн түрде үйімізден шықпай отырып қалай аламыз деген кезде, енді бұның адресі ұқсамайды. Бұл мына адрес бойынша кіреміз, мына көрсетілген адрес міне. Бизнес еңбек кз дейді. Бизнес еңбек кз деген осы сайтқа кіреміз. Осы сайтқа кірген соң мұндай болып көрінеді, міне. Осы сайтқа кірген соң, міне, бастау бизнес жобасы бойынша оқулар дейді. Мемлекеттік грантты алыңыз дейді. Мемлекеттік грантты алыңыз. Осының төмен жағындағы мына жерде толығырақ дегенді басамыз. Толығырақ дегенді басқан соң, жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру дейді. Енді мұнаның ең төмен жағын ашатын болсақ, ең төмен жағында міне өтініш беру деп тұр. Өтініш беру деген осы батырманы басамыз. Өтініш беру деген батырманы басқан соң, өтініш беру деген батырманы басқан соң, бұнда бір қаншалаған өздерінің талабы бойынша
кейбір өзіңіздің иінді толтырасыз, телефон номерді толтырасыз, ең соңында электрондық қолтаңбаларға қол қоясыз. Сіз қол қойған соң, ең соңында сізге хабарлама келеді, автоматты түрде шығады. Сіз осы грантты, ақшалай грантты алуға толымдылығыңыз жете ме, жетпей ме, осы автоматты түрде өзі алуға болады, яки алуға болмайды деп осы жерде сізге көрсетіп береді. Енді мына егоп кз сайтының және бір ерекшелігі, егоп кз сайтына мынаған кіргеннен кейін, тіркеліп кіргеннен кейін жеке кабинет деген бір кабинет бар, бағана көрсетіп өткенбіз. Жеке кабинетке кіреміз. Енді бұл жеке кабинеттің ерекшелігі, бұл жеке кабинетте негізінен сіздің барлық деректеріңіз осында жазылған. Сіздің барлық деректеріңіз осында жазылған. Яғни бұл жеке кабинет енді сіздің мемлекеттік тіркеуде тұрған архив деуге болады. Сіздің барлық санды мәліметтеріңіз осы жеке кабинетіңізде сақталған. Міне, жеке кабинетте сіздің аты жөніңіз, телефон номеріңіз, қай жерден келгенсіз, қай жерде тұрып жатырсыз, пропискаңыз қай жерде, өнен кейін өзіңіздің жеке үйіңіз бар ма, жеке машинаңыз бар ма, некеленген ба, некеленбеген ба, баласы бар ма, жоқ па деген сияқты көптеген санды мәліметтердің барлығы осыдан көруге болады. Өнен кейін сіз зейнетақы, міне. Зейнетақыны тапсырып жатырсыз ба? Тапсырып жатқан болсаңыз, әр айда қанша ақшадан тапсырып жатыр, оның жалпы сомасы қаншалық болды деген сияқты мәліметтердің барлығын осы жерден көріп алуға болады. Осы жеке кабинетке кіру арқылы сіз өзіңіздің көптеген санды мәліметтерді осыдан біліп отыруға болады. Бұның және бір ерекшелігі, бұндағы санды мәліметтерді өзгертуге болмайды. Өйткені бұл сіздің мемлекеттік қызмет көрсету орталығындағы сіздің архивіңіз. Бұны сіз өзіңіз өзгерте алмайсыз. Сіз жоғарыда айтып өткен жолдаған өтініштердің барлығы осы сізге хабарлама келіп, осы жеке кабинетіңізден көре аласыз. Келген хабарламаларды бағана айтып өткен, жоғары жағында тұрған кіріс дейді, кірісті басу арқылы сіздің жолдаған өтініштеріңіз қандай болды, өтті ме, өтпеді ме деген хабарламаның барлығы осы араға келетін болады. Осы арадан көріп отыруыңызға болады. Енді егер сізде шарт жағдайыңыз болмаса, үйде компьютеріңіз болмаса, интернет болмаса, онда өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару арқылы, яғни ЦОНға бару арқылы осы өтініштерді беруіңізге болады. Ондай болса, бүгін енді осы араға дейін болсын. Енді біздің өтінішіміз осы дүбірлі көш атты біздің ютубтағы каналымызға жазылыңыздар. Және басқа айтатын пікірлеріңіз болса, аяқ жағындағы пікір жазатын жерге пікір қалдырыңыздар. Біз дер кезінде сіздерге жауап беретін боламыз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.